Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмі ерекше Наполеон тортын жасайтын боламыз. Ал ендеше ең бірінші корждарымызды жасап алайық. Ол үшін ыдысымызға үккіштен өткен ұнымызды саламыз. Оның үстіне салқын сары майымызды бөліктерге бөліп, оны үккіштен өткіземіз. Салқын суға шым-шым тұз салып, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алып, енді жақсылап қамыр илейтін боламыз. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 10 бөлікке бөлеміз. Енді осы қамырларымызды дөңгелетіп ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Ал енді крем дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға секер, електен өткен ұн, жұмыртқамызды салып, үстіне сүттің жартысын құйып, жақсылап араластырып, қалған сүтті қосамыз. Осы кастрюлемізді жай отқа қойып, креміміз қоюланғанша күтеміз. Әлсін осылай араластырып тұрамыз.
шамамен 15-20 минуттан кейін осы креміміз жақсылап қоюланады. Дайын болған кремімізді басқа ыдысқа салып аламыз. Енді креміміздің үстіне сары майымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Бетіне пищевой пленка жауып, бөлме температурасында суытамыз. Енді қамырымызды бір-бірден алып тоңазытқыштан, оны пергаменттің үстіне осылай жайып аламыз. Қамырымызды кез келген формамен кесіп, өзіңізге ұнаған формамен шанышқымен тесіп аламыз. Қамырымызды пеште 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды осылай решетканың үстіне қойып, жақсылап суытып аламыз. Мінекей корждарымыз әп-әдемі болып пісіп шықты. Тортымызды жинайық. Ол үшін корждарымызға шамамен 2-3 қасықтан крем салып, жақсылап біркелкі етіп жағамыз.
қорждарымыздың шеттерін жаңа осылай үгіндетіп алдық. Тортымызды осылай әсемдейміз. Міне осындай торт болып шықты, Наполеон торты. Енді ол тортты 1 сағаттай тоңазытқышқа саламыз. Мен мына тортты 1 тәулікке қойдым. Екінші күні осындай жұмсақ, дәмі деген сөз жоқ, ауызда еритін Наполеон торты. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Видео ұнаса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Бес бармақ каналы. Сау болыңыздар.